Сәлеметсіздер ме? Простатит сөзін естігенде көпшілігіміз ыңғайсызданамыз. Дәрігерге баруды кейінге қалдырамыз. Өзімізше шыдаймыз. Бірақ бүгін осы тақырыпты ашық айтайық, себебі 50-ден асқан ерлердің 30-40% бұл мәселемен бетпе-бет кездеседі. Және олардың көпшілігі не істеу керектігін білмейді. Мен Мирас Ерланұлы бүгін сізге простатит дегеніміз не, ол неліктен пайда болады, және ең бастысы, үй жағдайында оны жеңілдетуге не көмектеседі, соны айтамын. Простата жаңғақ көлеміндегі без. Ол несеп шығаратын жолды қоршап тұрады. Оның екі негізгі қызметі бар: сперма сұйықтығын өндіру және несеп ағымын реттеу. Простатит осы бездің қабынуы. Ол бірнеше түрге бөлінеді. Бірінші түрі жіті бактериялық простатит. Ол бактериялардан болады. Қызба, қатты ауырсыну, несеп шығаруда күшті қиындық. Бұл жедел жағдай, дереу дәрігерге баруды қажет етеді. Екінші түрі созылмалы бактериялық простатит. Ұзаққа созылған инфекция. Белгілері жеңілірек, бірақ үздіксіз мазалайды. Үшінші түрі созылмалы простатит жамбас ауруы синдромы. Ең жиі кездесетін түрі, ерлердің 90%-ында осы. Бактерия табылмайды, бірақ ауырсыну бар. Себебі қабыну, бұлшықет спазмы, стресс. Простатитті тану оңай емес, себебі белгілері басқа аурулармен ұқсас. Негізгі белгілері: несепке байланысты белгілер жиі несепке барғыңыз келеді, тіпті түнде де. Несеп ағымы баяу немесе үзік-үзік. Несеп шыққаннан кейін де мешік болғандай сезінесіз. Ауырсыну бойынша белгілері: жамбас, тоқ ішек маңы немесе жыныс мүшесінде күңгірт ауырсыну. Отыру кезінде ыңғайсыздық, кейде велосипед жастықшасында отырғандай сезінесіз. Жыныстық белгілері: эякуляция кезінде немесе одан кейін ауырсыну. Эректильді функцияның төмендеуі. Либидоның азаюы. Простатиттің себептері: біріншіден, отырықшы өмір салты. Ұзақ отыру простата маңындағы қан айналымын нашарлатады. Екіншіден, созылмалы стресс. Ол бұлшықет спазмын тудырады, соның ішінде жамбас түбін. Үшіншіден, суықтан қатып қалу. Ылғалды немесе суық жерде ұзақ отыру. Төртіншіден, жыныстық белсенділіктің ретсіздігі. Тым жиі немесе тым сирек, екеуі де зиянды. Бесіншіден, инфекция, бактериялар несеп жолы арқылы немесе қаннан түседі. Алтыншыдан, дұрыс тамақтанбау. Майлы, өткір тағамдар және алкоголь простатаны тітіркендіреді. Осы факторлардың бірнешеуі бір уақытта болса, простатит ықтималдығы өседі. Енді ең маңызды бөлімге келдік. Дәрігер тағайындаған емге қосымша үй жағдайында жалпы жағдайды жақсарту үшін не істеуге болады? Бірінші, жылу терапиясы. Жамбас аймағын жылыту, қан айналымын жақсартады, бұлшықет спазмын азайтады. Жылы ванна 37-38 градус, 15-20 минут. Аптасына 4-5 рет. Температура ыстық болмасын, простатаны күйдіруге болмайды. Немесе жылы дымқыл сүлгі жамбас аймағына 15 минут қойыңыз. Инфекциялық жіті простатитте жылу қарсы көрсетілген қабынуды күшейтеді. Екінші, қозғалыс пен арнайы жаттығулар. Отырықшы болмаңыз. Күн сайын 30 минут жаяу жүру простата маңындағы қан айналымын жақсартудың ең қарапайым жолы. Кегел жаттығуы жамбас түбі бұлшықетін жаттықтырады. Мұны несеп ұстаған кездегі бұлшықетті қысып жазу арқылы жасайсыз. Жаттығу: 5 секунд қысыңыз, 5 секунд жазыңыз. 10 рет қайталаңыз. Күніне 3 сет. 2 аптадан кейін нәтиже сезіледі. Үшінші, тамақтану: простатаны тітіркендіретін нәрселерден аулақ болыңыз. Алкоголь, кофе, өткір тағам, ыстық дәмдеуіштер, газдалған сусындар, бұлардың барлығы простатаны тітіркендіреді. Пайдалы өнімдер: сарымсақ табиғи антибактериялық қасиеті бар. Қабышақты жаңғақтар цинкке бай. Цинк простата денсаулығы үшін маңызды. Қызанақ ликопин деген антиоксидант бар, простата ісігін алдын алуға көмектеседі. Жасыл шай қабынуды азайтады. Зәйтүн майы, майлы балық, омега-3 жиірлі қышқылдар. Қарбыз тұқымы диуретикалық, несеп жолдарын тазалайды. Төртінші, су режимі. Күнне кемінде 1,5-2 литр таза су ішіңіз. Су несеп жолдарын тазалайды, бактериялар жиналуын азайтады. Бірақ ұйықтар алдында 2 сағат бұрын суды азайтыңыз, түнгі несепке баруды азайту үшін.
Бесінші, стресс пен ұйқы. Стресс простатиттің жасырын себептерінің бірі. Терең тыныс алу жаттығулары, медитация, немесе жай ғана 10 минуттық тыныштық бұлшықет спазмын азайтады. Ұйқы кемінде 7-8 сағат. Ағза түнде қалпына келеді. Простатитті емдеудің ғылыми дәлелдемесі бар. Үй жағдайында табиғи емдеу жолы. Арша, можжевельник, ваннасы. Аршаның шыбығын 20 минут қайнатыңыз. Суытып, жылы ваннаға қосыңыз. Аптасына 3 рет. Арша антисептикалық және қабынуға қарсы қасиетке ие. Алтын тамыр, зверобой шайы. Бір ас қасық кепкен зверобойды 200 мл қайнаған суға 10 минут демдеңіз. Күніне 2 рет 3-4 апта. Қабынуды азайтады, несеп жолдарын тазалайды. Асқабақ тұқымы. Ірімшікке бай асқабақ тұқымы цинктің ең жақсы көздерінің бірі. Күніне бір уыс 30-40 грамм. Зерттеулер простата функциясын қолдауда оның пайдасын растайды. Арасаз тозаңы. Простатитте тозаңды қолдану Еуропада зерттелген пайдалы нәтижелер бар. Аптасына 2-3 рет, бір шай қасық балмен. Үй жағдайындағы шаралар қосымша қолдау ғана. Мынадай белгілер болса кейінге қалдырмаңыз. Егер қызба 38 градустан жоғары болса, несеп мүлдем шықпай қалса, ауырсыну өте күшті, дәрісіз шыдай алмасаңыз, несепте қан болса, белгілер 2 аптадан астам үй шараларынан жақсармаса, қалтырау, денені суық тер басу болса, простатит өз бетімен дамитын, ал кейбір жағдайда асқынатын ауру. Уақытында емдемеген простатит бедеулікке, несеп жолдарының созылмалы ауруына немесе простата безінің созылмалы инфекциясына әкелуі мүмкін. Сондықтан үй шараларын жасаңыз, бірақ дәрігермен байланысты үзбеңіз. Жақсы, бүгінгі ең маңызды нүктелерді қайталайық. Біріншіден, простатит жиі кездесетін, емделетін ауру. Сізде болса, ұялмаңыз. Екіншіден, жылу, қозғалыс, кегел жаттығулары үй жағдайындағы ең тиімді шаралар. Үшіншіден, тамақтанудан алкоголь мен өткір тағамды алып тастаңыз. Сарымсақ, қызанақ, жаңғақ қосыңыз. Төртіншіден, стрессті азайтыңыз, ұйқыңызды реттеңіз, бұл простата үшін де маңызды. Бесіншіден, табиғи шаралар пайдалы, бірақ дәрімен алмастыруға болмайды. Алтыншыдан, күшті белгілер болса, дереу дәрігерге барыңыз. Ерлер, ең маңызды нәрсе денсаулығыңызды еремеу. Бұл сізге, сізді жақсы көретін адамдарға деген сыйлық емес. Егер бүгінгі кеңес пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк қойыңыз. Досыңызға жіберіңіз, бұл ақпарат көпке керек. Каналға жазылыңыз, ерлер денсаулығы туралы ашық, пайдалы, адал кеңестер тұрақты шығып тұрады. Сау болыңыз. Өзіңізге қамқор болыңыз.